Барлықтарыңызға сәлем, достар. Бұл бізде қаңтар ұбт подкаст. Бұл подкасттың негізгі мақсаты біз осы подкастта қаңтар ұбт болған қызықты трэш оқиғаларды айтатын боламыз. Бірінші бізде қонаққа келіп отырған ол бізде осы FM онлайн курсының SMM маманы Нұрсәуле апайларың. Нұрсәуле апайын шапаға ұрып қойсақ. Екінші бұл бізде FM 32 кураторы Кәусар апайларың. Кәусар апайға да бір шапаға ұрып қояйық. Ал енді негізі қаңтар ұбт дейтін қызық қой, сондай не ұбт-ға грантқа түсейін деп атқан жоқсың, не бұндай емес, общем, неопределенный затта, бірақ тоже оқушыларда бір мандраж болады, барлығымыз ұбт тапсырдық. Сол қаңтар ұбт-та мысалы қандай оқиғалар болды айтып беріңізші, мысалы Нұрсәуле апай сөз кезегі сізге берейікші. Менде негізі бір-ақ түйір оқиға ше, так что кім бастай берсін? Менде көп оқиға болған, соң біреуін айтып берейін. Біз бірінші, ұбт-ға кіреміз. Мен достарым және де мен ұбт-ға кірем. И бір кезде біз уборныйдан да кездесеміз деп келісеміз да ұбт-та. Бірақ сонымен мен вообще кездеспейтін боламын. Сосын екі ұл бір-бірімен кездескен. И знаете, не болды? Ол кезде ана тексеретін адам бар ғой, камераларда и жүретін адам бар ғой ұбт-та. Сол уборныйда жүргенде екеуі кіріп кеткенде, и сосын көп уақыт бойы шықпай сол апай ұстап алған. И ол кезде ол сол екі ұлды, аннулировать етем деді да, полный 0 қоям деп оларды ұрсады. Мен қарап қоям, менің таныстарым ғана жерде, бітті, мен бармағым жақсы болды деп қуанып отырайын, естісін бірге деп. Барады да, екеуіңе 0 қоям, анау, бірақ сосын ол просто ескерту берді. Сонымен ол тапсырып шықты ұбт-ны. Есісін кәдімгідей көп бал жинады, 129 ба. Бір-біріне көшіріп дейсің. Бірақ есебі, мысалы, ол кезде 0 болғанда, вообще ана 129 бал күйіп кететін еді. Соған 0 демекші, менде мынадай бір оқиға болған. Біз бүйтіп отырасың ғой, андай немес қой, жалғыз сен тапсырмайсың да ол жер тестті. Артыңда адам отырады, жанында адам отырады деген сияқты. Бүйтіп отырған кезде, бүйтіп отырам, мен қатты ойланамын. Бүйтіп ойланып отыратын бар да, менше. Ойланып отырған кезде бір момент болады, бірден тықылдайды ғой. Тарс бірден тықылдайды ғой. Түсінбеймін, не деп бүйтіп. Мен андай ғой, еще монтаж бірінші ұбт болғаннан кейін жаңға қарама деп үйретіп жүрген ғой, апайлар бүйтіп отырып қой. Бір қарайым, артында қыз жвачканы шайнап отырып, андай үріп, шарик қылып, соны жарып отыр ғой. Анау соны стрессін сөйтіп шешіп жатыр да, өзінің стрессін, бірақ маған стресс болып жатыр да, еще двойной. Мына янда камера тұр, мынау тұр, еще анау аттан тықылдап жатыр. Уже болмай кетті да, бір 3-4 рет істеді, жай мен қой дедім да, бақылаушы бір апай жүреді, соған шақырып аламын да. Апайым нағыз дейтін, жвачка көріп жатыр деймін ғой. Түсінбедім деді, ситуацияны түсіндіріп айтып берем. Одан кейін давай қазір бір рет ескертейін, содан кейін ескертпеймін шыға жүреміз дейді да. Үшін бір рет не істейміз, анау қоймайды, содан кейін қайттан шақырып аламын, ананы тұрады да аннулируем дейді де шығарып жібереді ғой. Сөйтіп бір оқушының бір тағдырын шешіп жүрген бір моментім болған екен. Иә, қаңтар ұбт. Аннулируем дейді де 0 қайтсайды да шығарып жібереді. Әлихан ағайдан абайлаңдар. Сондықтан мен ойнамаңдар. Сондай бір оқиға болған. Бір қыздың көзінің жасына қалдың ғой, сен білесің ғой. Жоқ, мен айтқам, мен айттым. Қойшы деп айттым, мен өзі тыңдамаған. Сондықтан негізі. Әйтеуір қаңтар ұбт ғой. Иә, ол не істемеген сияқты, нағызға әсер етпеген сияқты, просто аннулируем деді де, соштан аяқта тұрып шығарып жіберді. Ол қай жылы сен тапсырған? Мен 2023-те ма? Сондай жылы ғой. Ол қағазбен тапсыратын кезде, иә? Жоқ, компьютермен тапсырған, ол сіздер ғой. Ол сіздердің кездеріңізде андай қиын болды ғой тіркелу. Біздікі вообще одан да қиын. Как раз бүгін негізді тіркелу ашылды ғой. Момент тіркелу ашылған кезде мынадай бір не көрдім. Айтып жіберейікші, мына жерде бізде момент бүгін 22-ші желтоқсан. Бізде бүгін қаңтар ұбт-ға енді тіркеліп жатыр оқушылар. Иә, қаңтар ұбт-ға енді тіркеліп жатқандықтан сол кезде шығарып жатқан подкастым. В общем, тіркелу басталған кезде всегда мандраж болады. Қандай ұбт болмасын, қаңтар, наурыз, барлығына мандраж болады, сайт қуат, ақшасын төленбейді. Біреулер бар, 2 рет төлеп жүреді, 3 рет төлеп, басқа біреудің атынан төлеп жүретін. Сосын бүгін бірақ оқушылар потологын қойды ше, менің воображениемдағы. Біздің кезімізде бүйтіп тіркелгенде әрі кетсе бүйтіп телефонмен бір енді компьютермен тіркелсін, бір байлар енді iPad бар, сондай бір өздері болады, өздері ше, ерекше бір планшеті бар, сөйтіп тіркелетін ғой. Бүгін потологын қойды оқушылар.
телевизормен тіркеліп жатыр ғой, до того. Смарт телевизор алған да, кәдімгі пультпен дейді, телевизормен тіркеліп жатыр ғой. Телевизор сенсорный деші. Иә. Мен мына содан кейін 2009-да мойындадым ше. Креатив болды ғой мыналар. Вазыржан. Тіркеліп па сөйтіп? Тіркелген шығар, онымен тіркелмесе ұят болып кетеді ғой негізі. Бірнеше фотолар бар, если кадрға бет қойып жіберсек болады ше, андай тіркеле алмай қиналып жатқандарын. Голосовойлар. Неге тіркелуді айтайын ба? Мен короче бүйтіп сіздер дейтін хат беретін шығарсыздар иә, кәдімгі алдым қазпочтамен хат беріп. Короче, мен 2020 жылы тапсырдым, қаңтар отына. Ол кезде бізде енді телефонмен ондай сайт алмау деген жоқ. Біз апайға өзіміздің класс жетекшімізге ақшасын жинап береміз. Бізді солай тіркеп жібереді. Сіздерде қаңтар оты дейтін болды ма? Иә, короче 2020 жылы қағазбен тапсырдыңыздар. Алғаш рет сол қаңтар оты қосылды, 4 оты қосылды. Таңдайтын бедіңіз? Жоқ. Апай өздері таңдап беріп жүрем. Бізде наугад болып, біз қай күнге түсеміз деп қорқау отыратынбыз, бүйтіп күтіп ше. Сіздерде бір грант ұбт болды, иә? Иә, только нағыз ұбт-да. Сол ғой, қазір екеу, иә? Иә, қазір екеу. 2 грант ұбт. Честно десең. Сонда сіздер динозавр жылынансыздар десең. Оқиғаңызды айтып берсеңізші Нұрсәуле апай. Негізі бұл оқиғаны мен айтайын ба, айтпайын ба деп сәл ойландым ше, потому что керек. Сәл грустная история. Негізінен мен қаңтар ұбт-ын тапсырып жатқан күні менің подругам тоже бірге тапсырып жатты. Параллель класста оқитын подругам. Ол кісінің анасы сол тапсыратын орынға келіп күткен ғой қызын. И қатты уайымдаған, оказывается, жүрегі ауырады екен ол кісінің. Қатты уайымдағаннан сол жерден инсульт болады. Дәл мен шығып отырған кезде бүйтіп ана жерде бәрі бір талпа болып жүреді, адамдар толып кеткен. Не болып жатыр деп, даже менің апайым ешкім жоқ. Іздеп жүрмін, ана жақта адам толып тұр да. Бүйтіп қарап қалсам, сол кісі жатыр. Мен ол кісіні танимын еще. Ол кісінің үйінде мен өзім ойнап өскен подругам бірге. И қайтыс болды өкінішке орай. Сол жерде ме? Иә. Сол күні. Мен көрдім, подругам скорыймен алып кетіп бара жатты. Подругам тоже сол жерден оптыдан шығып тұрып, мамасының қайтқанын естіп тұрды ғой. Жестко болды. Мен вообще жүрегім ауырды сол күні ше, кәдімгідей. Сондай, короче, қаңтар оты да менде сондай не болды. Өкінішке орай. Ауыр екен. Менде тағы бір оқиға болды. Мен бір подругам кіретті ұбт-ға. ұбт-ға кірген кезде барлығын уже болып қалған кезде свет сөніп қалады. И сол свет 1 сағаттан көп уақытқа сөніп қалған. И басқа адамдар сол уақытты пайдаланып, барлығы көшіріп, сөйтіп істеп алған. И бірақ сосын, короче, потом свет жанғаннан кейін оны жалғастырып кеткен. И одан кейін бірақ аннулировать етіп, қайттан тапсырған. Қайттан тапсырған. Типа воскресенье, басқа күндері. Сол свет сөну дейтін мәселе негізі біздің жылға дейін 1-2 жыл қатты актуальный болды. Короче, свет сөніп қалады да, резко андай бір сабақ оқымайды ау дейтін балалар 138 деп шығады. Соның негізі құпиясын әлі түсінбей жүрік деп өтірік айта салайық, бірақ Аллаға шүкір қазір ондай зат сәл тоғарған сияқты. Бірақ андай көшіруге байланысты бір момент болған. Менің бір таныс досым, тоже енді Орал қаласынан болған, бәрі танисың ғой. Батыс. Аллаға шүкір. Үшеуміз де батыс екенбіз ғой. Сосын андай сабақ оқымайтын білемін да мен ол баланы. Бірақ кірген кезде тоже жоғары алып шығады андай. Довольно жоғары. 101 деңгей алып шығады. 111 деңгей ма? Сосын андай не істеймін ғой? Қалай істедің деп. Енді үйіне барып көріп жүремін ғой. Бір момент болады. Айтады ғой маған. Көрсетеді ғой кәм. Қалай кірген? Телефонмен кірген. Бірақ енді телефон кіретін кезде тексермей ме бейді? Қалай шықтың сен одан деймін ғой? Хей досым, сен мен кім деп тұрсың? Мен оңай адам ба дейді да. Аяқ киімің кроссовкасың бар ғой. Андай нен табандар болады ғой, андай Asics дейтін кроссовкалар болады ғой, ненше табан. Соны алғанда тиіскен, анау аяғы да ірі болып тұр ғой сонда. Тиіскенде телефон соның астына қойған, үстін ұлтарақпен жапқанда аяқпен басып кірген. Анау туалетке бір 7 рет та кірдім дейді. Барам, бір 10 сұрақтан жаттап барам да, тарстар салып тастаймын. Короче, бірден көшіретін жерлер болған болар. Тарстар салып тастаймын, сонымен шықтым дейді ғой.
мен ойлаймын сен білімің 40-қа да жетпейтін еді ғой, сен қалай 111 алып кеттің десем, ей, бұл әлемде басың істесе ондай білім де керек емес екен деді ғой. Содан кейін қойдым мен. Ар жақта еңбегіңізді ойлап кеттіңіз ба өзіңіз? Андай. Мен сонда 127-ні қиналып алдым. Сен көшіріп ала салдың ба деп. Бірақ неге келген кезде бір проблемасы болды оның. Мен нақты болған жоқпын ситуацияда қасында. Бірақ то же самое бірдеңе істеп кірейін деген ғой, ол жерде бірақ телефон тауып алған. Уже андай аферисттер болды, білесіңдер ме? Біздің жылымыз мындай болды. Костюммен кіреді, костюм мына жерін тесік қылады, телефон салып қояды өз қалтасына. И сонымен наушникпен отыратын. В общем, аферистің түр-түрі болды. Сосын, короче, бәрін ұстады ғой. Содан кейін, походу, телефон тапсырып тастадық кірді ма, или вообще кірмеді ма? В общем, бір не то болып кеткен момент ол. Тағы да пайда болған ғой. Қазір білесіздер ме, камерамен түсіруге болады ғой, очки. Сонымен кіруге де бастап кетіпті. 2025-те. Қазір очкиді де запрет қойды себебі. Негізі бұрын біраз зат болатын еді ғой, өзіңмен суап кірсең болады. Оны неге запрет десең, артында қағаз болады ғой. Оған да жазылды. Ақылды адамдар ғой, қатты ақылды адамдар. Да, бізде плитка шоколадты да тексеретін. Плитканы бүйтіп суды да бәрі. Аштыртып, ашытшысын сөйтіп тексертетін ғой. Сондай бір негізі аферисттер күшті ғой. Айта бер, Каусар, сен енді көп болған жоқ қой бітіргенің. Білмеймін, менде бітіп қалды. Қазір ойланайын. Андай болған жоқ қой, может, естіген ситуациялар бір суицид болып деген сияқты. Мен сондайларды естідім, бірақ нақты білмеймін ше. Андайды естігем, бір күн қалған кезде қатты қобалжығанда, келесі күні ОБТ тапсырған кезде, сол ОБТ тапсырып отырып талып қалған. Талып қалғанда, ол кезде бірақ оның балын есептеген, бірақ ары қарай жалғастыруға рұқсат бермегенде, ол азғантай бал алып қалған. 50 ма, сондай бал алып қалған. Мен мынадайды білем. Мен енді өзімде сондай болдым. Бірінші боты ғой. По-любому стресс болады, по-любому мандраж андай. Еще апайларды қорқып тастайды. Ой, нормально жинап шығыңдар, бүйтіңдер, сөйтіңдер деп. Короче, енді өзім 9-да тапсырамын. Всегда таңға қоямын ше, любой зат. Өзім 8-де тұрып бару керек затым ғой. Бір 3-ке дейін ба, 4-ке дейін ба ұйықтай алмаймын ғой мен. Қатты ұйықтай алмаймын. Датабы қатты, мойында жатасың, ертең азақ басам не істейін. Менде де нағыз ұбыттасындай болған. Жүрегім дүрс қатты соғады ғой. Мен бірақ нормально 4 сағатты ұйқымен бара шықтым. Оказывается, мен жалғыз емес екенмін сонда ұйықтай алмай жүрген. Мен сияқтылар көп екен да, енді бүйтіп шығып баратқан кезде көріп қалған бір қыз дейтін, былайын алып ұйықтап жатыр ғой ана жерде ше. Апамда дым уайым жоқ, ұйықтап жатыр уже. Болмағаннан кейін класстасым ол. Содан кейін экзаменатор бүйтіп оятып, сөйтіп барып қорытындылаған. Айтса, до конца ұйықтап кетейін деген ғой. Қазір жоқ. Сондай бір негіз стресс дейтін қатты береді. Біздің де сыныбымызда тоже бір оқушы болған. Всегда ұйықтап жүреді, и тоже ОБТ-ларда да ұйықтап алған ғой. Солай нормально алып кетті, бірақ бүкіл ОБТ-та. Сондай адамдарды. Как тревожник, ондай адамдарды осуждаю десең, айтамын. Енді негізі тапсырып болып уже универге түскеннен кейін барып түсесің ғой, то что вообще не стоит оған даже волноваться. Вообще 130 ағам ғой, 130-бен аттестатта жүрмін да. Ойлаймын, қараймын ғой содан кейін 80 бірдеңемен түсіп жатыр да. Артық 50 балл не істеймін мен деп. Кімге керек дейтін момент болып қалды ғой уже. Абылай ағайда сөйткен жоқ. Ол 138 ал. Мен қайықта оқиды, қала құрылысында. Қала құрылысында оқиды. 50 балл болғандармен бірге жүре береді, түсінбей қалдым. Негізі қаңтар ұбыты былайынша бір енді өмірлік өзіңе бірдеңе доказать етемін деген мақсат болмаса, бір қатты бір цель қойып, ойбай, одан құлап қалсам бүйтем, сөйтем дейді, қате сияқты деп ойлаймын. Мен бірақ енді өзім сондай цель қоятын адамдардың бірі болдым. Мендегі цель андай болды. Класста ең жоғары алу керек болдым ғой. Андай шығып жатқан кезде естисің де, қанша алып жатсың деген сияқты. 122 деп жатыр. 123 деп айтып жатыр да. Прайм режим қосасың, фокусқа шаринган қосасың. Есептер тарсылатып жатсың. Өзің шығады 127 деп шығады ғой экраныма. Кісі болып шығасың ғой. Сол қаңтар ұбытыда стрессті қатты алатын енді оқушылар көп қой енді барлығымызда. Любой оқушы сөйтеді сияқты негізі. Мен осы моментте өзімнің кураторлығымды көрсетіп жіберейін деймін ба? Негізі қаңтар ұбыты ол жай ғана пробный тест қой енді
қысқаша айтқан кезде. Бірақ ол жерде біз проходной балды, шекті балды жинап алып, мысалы тағы да нағыз ұбт-ларда жинай алмай қалсақ, соны пайдалануға болады. Бірақ та қаңтар ұбт-ны біз енді пробный ұбт ретінде қарастыруымыз керек деп ойлаймын. Ода қобалжып, басқа да іште қорқу барлығын ысырып тастау керек деп ойлаймын. Біз егерде қаңтар ұбт-ны, яғни ең алғашқы ұбт-мызды солай бастайтын болсақ, ары қарай сол темппен кетіп қалуы мүмкін да. Сол үшін оның алдын алып, қазірден өзіңді дайындап, ол жай ғана тест. Бірақ тест болғанмен иә маңызы бар, бірақ оны тест ретінде қабылдауымыз керек та, өмірді сонымен шектемей, ата-ана менен күтеді демей. Ата-анаң сені ең жақын адамың ғой, ата-анаң қандай жағдай болмасын, сені қандай балл алсаң да қабылдайды. Сол себепті ойлаймын мен, сондай сені барлық кураторың болсын, барлығы сені қандай балл алсаң да қабылдай алады. Сондықтан ештеңеден қорықпай, мойымай кіру керек деп ойлаймын. Сол кезде ең жоғарғы нәтижеге жете аласың. Ал қобалжитын болсаң, сен білетін нәрселеріңді ұмытып қалуың мүмкін. Сол үшін всегда ұбт-ға барарда өздеріңе сенімді болып барыңдар. Вот осы жерде ата-ана деп айтып қалдым ғой, сол негізі ата-ананың рөлі өте маңызды. Бір ата-аналар болады андай баласына бір поддержка беріп жатырмын деп, балам біз саған сенеміз, біз саған үміт артамыз деп, ол керісінше негізі андай нагрузка ғой. Үйден шығайын деп жатқан кезде, балам біз саған сенеміз, сен жоғары алып шығасың деген, ол нагрузка негізі. Бізді қарайтын ата-аналар болса, керісінше андай вообще внимание бөлдіртпеу керек. Бізде мысалы алдыңғы жылы біз енді жасап жатқанымызға біраз болды. Алдыңғы жылы бір оқушыны сөйтіп қатты нагрузить етіп жібердік. Содан кейін байқадық. Менде тамыз айында оқушым тіркелген болатын, және де одан кейін қыркүйек айында маған WhatsApp-тан көп қаласау жіберіп, маған ата-анам сенеді, мен бірінші айлық тесттен осындай алып қалдым деп айтып жатыр да. Мен ең алғашқы айлық тесттің ғой, уайымдама деп айтып жатырмын да. Бірақ оған көбінесе ата-анасын біз саған сенеміз деп солай артынан жүгіліп жатқанын өздері түсініп жатқан жоқ. Бірақ иә, сеніп жатыр. Бірақ оны всегда айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Потому что бала ар жақта қатты ата-анасын уайымдап кетеді да, сол уайымдаудың арқасында білетін нәрселерін ұмытып қалады. Негізі ата-аналардың көбісі тревожниктар ғой баласы үшін. Оларға да маңызды то, что сенің дайындалып жатырғаныңды көру, сенің дайын екеніңді көру. Оларды да сондықтан андай сенің де артыңнан жүгіріп кетпес үшін нақты ол кісілерге түсіндіріп, осылай деп сөйлесу. Негізі екі арада сөйлесіп, бір-бірімен түсініспеушілік таныту керек деп ойлаймын негізі. Осындай ата-аналардың қауымдастығын және де оқушылармен де керемет байланысатын курсқа жазылыңдар. Және де біз көбінесе 10-шы сыныптарды шақырамыз, себебі алдын ала мысалы өзгелерден алғашқы болып дайындалса, жоғарғы нәтиже әрқашан болады. Оның бірі мен маусымда тіркелгем. Солай жоғарғы нәтиженің біріне осы FM онлайн арқылы жеттім. Солай қаңтар ұбт-да да қаңтардан бастап дайындалуға мен кеңес берем. Себебі мысалы 6 айды оқып тастап, одан кейін тағы практика, теория барлығын жасасақ, қаңтар ұбт-ны келесі жылы бірге жаратын боламыз. Еще айтып жіберейінші, дәл қазір FM-біз ғой ше. Егер қазір реально бастасаңдар, FM-де 6 ай толық курс бітіреді. Дәл қазір оқып бастағандар. Так что сендерге совет. Асықпай, жеңіл түрде барлығын жай түсініп оқисыңдар. Мысалы, басқа уақытта тіркелсеңдер, қаңтар ұбт келіп қалды, басқа да ұбт келіп қалды деп жүгіріп үлгермей жүресіңдер ғой. Басқа теория, практикаға уақыт болмай. Ал олай бастасаңдар, жай-жайдан өздеріңнің мақсаттарыңа жететін боласыңдар. Аз-аздан үздіксіз. Не деген цитата мынау. Осындай бір көңіл нотада біз өзіміздің подкастымызды аяқтасақ, барлықтарыңызға рахмет. Бізді тыңдағандарыңызға, біздің историяларымызды. Главное бұл жерде тыңдап қана қоймай, өздеріңізге бір құнды бір нәрсе алып кету ғой. Уайымдамаңыздар барлықтар. Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дейді, бірақ бұйырзаттың бұйыруына да ол әрекет ету керек, білімді алу керек болады. Біздегі осы түсіндірудің барлығы, осы мақсатымыз осы болған. Және де бірдеңе алып кеттіңіздер, және де біз бере алдық деген ойдамыз. Осы толқынмен осы подкастты аяқтаймыз. Аман болайық, сау болайық, ірі болайық, тірі болайық, білімді азаматтардың бірі болайық.